Барлық ғасырларда адамзат өзінің сұлулығын әртүрлі құралдардың көмегімен көрсетуге тырысты, жетілдіруге ұмтылды. Ғасырдан ғасырға косметика әрине өзгеріп отырған, және қазіргі әлемде қарапайым болып саналатын нәрсе кезінде сән шынында болатын. Косметиканың отанын ежелгі Египет деп санауға болады. Біздің заманымызға дейін 4-3 мыңжылдықта мысырлықтар қасты бояу үшін сумен сұйытылған қара көмірді қолданды. Ежелгі мысырлықтар жарқын макияжды тек сұлулық қана емес, сонымен қатар жаман көзден және аурулардан қорғау деп санаған. Ал қазіргі ерін далабының ең алғашқы түрі Францияда 17 ғасырда кардинал Ришельенің арқасында пайда болды. Ол үшін алманың хош иісі бар ерінге арналған жақпа жасалды. Демек, ерін далабы атауы Франциядан шыққан французша алма поме. 1883 жылы дүниежүзілік экспо көрмесінде адамзатқа жібек қағазға оралған қарындаш тәрізді ерін далабын ұсынды. Түтікте оны 1915 жылдан бастап шығара бастады. Бұл ерін далабының айналысуда шу шығарған. Өйткені мұндай ерін далабын қолдану әлде қайда ыңғайлы болған. 17-18 ғасырларда тамырлары көрініп тұратын бозғылт тері ерекше әдемі болып саналды. Мұндай нәтижеге қол жеткізу үшін опа қолданған. Опаны мырыш немесе қорғаныстың қосындысынан жасайтын. Сол кезде сұлулар бұл денсаулыққа зиян екенін де білмеген. Опаның үстінен щеткамен бояудың көмегімен беттерді мұқият көк тамырларды салды. Ал терінің кемшіліктерін жасыру үшін қолдан мен жасаған. Менді қара тафтадан, барқыттан және жібектен жасады. Жасанды мен қарудан да күшті болды. Олар ерлердің жүрегін сөзсіз сындырды. Дәл сол кезде Ресейде косметика ретінде дәстүрлі құралдарды қолданды. Ұн мен бордың ұнтағын опа ретінде, бетті қызыл шамен қызартып, ерін далабының орнына танқурай, шие және қарақат жидектерінің сығылған шырынды пайдаланды. Ал көмірмен күйе арқылы қастарын бояйтын болған. Ал кірпікке арналған сүрме 20 ғасырда пайда болды. Оны фармацевт Maybelline компаниясының негізін қалаушы Терри Уильямс ойлап тапты. Ол кезде сүрме құрғақ болды. Оны дымқыл щеткамен кірпіктерге жақты. Айта кетерлік қызықты факт. Сүрмені сусыз сулау үшін кеңестегі әйелдер сүрменің үстінен түкіріп кірпіктерге жаққан. 21 ғасырда көптеген әйелдер мен қыздар күнделікті макияжды қолданбауға мүмкіндік беретін процедураларға жүріп, уақытты үнемдеуге тырысады. Мысалы, қас пен ерінге татуаж жасап, жалған кірпіктер жабыстырады. Сонымен қатар, косметика өндірісі бір орында тұрмайды, басқа да жаңалықтармен әйелдерді үнемі қуантып отырады.